Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Біз сіздермен бүгін латынша оқы, латынша жаз бейне дәрістер циклының 5-ші дәрісін тыңдаймыз. Ол дәрістің тақырыбы ауызша сөз бен жазбаша сөздің ара қатынасы деп аталады. Бұл мәселені түсініп алсаңыздар, қазақ жазуының қай графикадағы болса да принциптерін жақсы меңгересіздер. Ал принциптерін жақсы меңгергеннен кейін қай әліпбимен жазсаңыздар да сауатты, қатесіз жазуға сіздерде мүмкіндік болады. Сондықтан біз осы дәрісімізде ауызша және жазбаша сөздің ара қатынасын жақсы білуіміз керек. Ол қатынасты неге білуіміз керек? Себебі біздің жазуымыз дыбыстық әріптік жазу болып саналады. Бұл жердегі дыбыс деп тұрғанымыз ол ауыздан шыққан, түрленіп, алуан түрлі болып шыққан дыбыстар жүйесі емес. Бұл жердегі дыбыс деп тұрғанымыз қазақ тілді қоғамдастықтың санасында ауызша сөзді түсінуге себепші болатын сүзгі дыбыстар немесе тіл дыбыстары деп аталады. Бұл тіл дыбыстарын ғылымда фонема деп атаймыз. Қазақ жазуы сонымен фонемалық принцип негізінде жүзеге асады. Ал ауызша сөз бен жазбаша сөздің екеуі екі түрлі жүйе екені туралы ғылымда бұрыннан дәлелденген. Сондықтан да біз ауызша сөздегі құбылыстарды дәлме-дәл көшіріп жазуға түсіре алмаймыз. Сол сияқты жазудағы құбылыстарды дәлме-дәл көшіріп ауызша сөзге түсіретін болсақ, біздің сөзіміз әсерлі болмай қалады. Сондықтан біз осы дәрісімізде сіздерге екеуінің ара қатынасын түсіндіру үшін мынандай кестені ұсынамыз. Қазақ тілі де ол біздің санамызда өмір сүретін құбылыс. Бірақ ол сыртқы дүниеге шыққанда сөз болып шығады. Сол сөзіміз екі түрлі формада өмір сүреді. Жазба формада және ауызша формада өмір сүреді. Енді бір қызығы, ауызша сөз бен жазба сөздің арасында үлкен айырмашылықтар болу себепті. Олар біздің санамызда біреуі жазба тіл, біреуі ауызша тіл болып отырып алған екен. Енді қазақ жазуы негізінен фонематикалық жазу деп айттық. Міне біздің санамызда А деген фонема бар, яғни тіл дыбысы бар. Осы А деген тіл дыбысын біз латын әліпбиінде А деген әріппен таңбалаймыз. Мен оны мұнда бас әріпін және кіші әріпін көрсетіп қойдым. Ал сөйлеген кезде осы А деген дыбыс өзімен көршілес дыбыстармен алуан түрлі әсерлестікке түсіп, әбден құбылады. Сондықтан біз ондағы құбылыстың барлығын жазуда көрсете алмаймыз, көрсетпейміз де. Егер олай көрсететін болсақ, жазу түсініксіз болып қалады. Мысалы, ақ деген сөздегі А, ол кәдімгі санадағы А фонемасының негізгі бейнесіне әбден жақын. Ал маң деген сөздегі А, бұл ақпен салыстырғанда мұрын жолды дауысты дыбыс болып тұр. Себебі маң деген сөзді мұрындарыңызды қысып тұрып айтып көріңіздерші, айта алмайсыздар. Неге олай болды? Айналасындағы дауыссыз мұрын жолдылар ауыз жолды дауыстыны, яғни аны мұрын жолды аға айналдырып тұр. Сол сияқты қарала деген сөз тіркесіндегі қара дегеннің соңындағы А мүлдем түсіп қалып тұр. Яғни мүлдем айтылмайды. Бірақ бәрібірде біз жазған кезде о жерге А әріпін жазамыз. Неге? Өйткені біз санадағы тіл дыбысын жазамыз. Ол жерде санада А дыбысы бар. Неге ол түсіп қалды? Ол өзінен кейінгі Аның әсерінен жұтылып кетті. Сол сияқты мәйсөк деген сөзді қарайық. Мәйсөк деген сөздің түбірі май және сөк деген сөздерден құралады. Бірақ екінші түбір жіңішке болған себепті алдыңғы түбірдегі дауыстыны жіңішкертіп тұр. Дегенмен де біз жазған кезде ол жерге А әріпін жазамыз. Неліктен? Өйткені біздің жазу, фонемалық жазу. Фонемаларды таңбалаймыз, дыбыстың түрленімін таңбаламаймыз. Дәл сол сияқты шәй, жәй деген сөздерде қазіргі кезде көп қате жіберіледі. Оны Ә әріпімен жазып қою жиілеп бара жатыр. Бірақ бұл жерде Ә деген А фонемасының жіңішке болып түрленген дыбысы ғана о жердегі фонема А екенін дәлелдейтін жақсы мысал бар. Барыс септігіне алып қойыңыздар. Бұл сөз барыс септігінде жуан жалғаумен
түрленеді. Мысалы, шәйге болмайды, шайға болады. Сол себепті біз ш мен идің арасындағы жіңішкерген ә дыбысын емес, оның негізгі фонемасын а дыбысын таңбалайтын әріп аны жазамыз. Міне ауызша сөз бен жазбаша сөздің арасындағы қатынасты түсінген кезде біз жазуда қате жібермейтініміз осы себепті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше сау саламат болыңыздар.